кімдерін айтпай қойын, барлығын негізінен былай жеке дара сөйлессең, черчесті алып тастағысы келеді. Мына жаққа жігіттермен біз сабақ шығардық, былай деген ақпараттар таратылады да, өзімен жеке сөйлесіп қалса, жігіттер маған бәрібір сендер не деп жатсыңдар деген бетке айтып тұр да, ұялмай. Ұлттар лигасынан кейін, ондай көрсеткіштерден кейін біздің ұлттық құрама әлем чемпионатына стыкқа шығу мүмкін екеніне сенімді өкілі болды. Марат Омар. Иә, сенімді өкіл. Марат Талғатұлы Омаров. Иә, бұл сенімді өкіл деген сен функцияң қандай? Әркімнің ол футбол біреудің атасынан қалған кәсіп емес қой, спорт түрі емес. Әркімнің оның таласы бар. Әркім ол жерде бір өзгерткісі келеді. Бізге қазіргі таңда әділдік керек, екіншіден қаржылай ашықтық керек деп отыр. Бұл кісі дәл осы дүниелермен айналса, негізгі жұмысым осы деп отыр. Sport маңызды жаңалықтар бүгін талқылайды біздің қонақтар. Ассалаумағалейкум, құрметті Спорт Пульс YouTube арнасының көрермендері. Біздің YouTube арнамызда кезекті подкаст, бүгін өте қызықты подкаст болады. Біздің арнамыздың тұрақты қонағы деп те айтсақ болады. Еліміздегі ең танымал спорт журналистерін, жалпы спорт журналистикадан бөлек көптеген салаларды игергісі келетін, жан-жақты, талантты менің досым Нұрсұлтан Құрман. Нұрсұлтан, қош келдің. Қош келдік, рахмет Эльдар. Таныстыру ұнады ма? Игергісі келетін деген әдемі. Енді бүгін Нұрсұлтан басты тақырып, әрине бұл Қазақстан ұлттық құрамасы жеребе тарту рәсімі болды. Бүгін іріктеу турнирінің FIFA 2026 жылы 3 мемлекетте болады және қарсыластарымызды білдік. Енді Қазақстан құрамасы мына жақта қарсы шығады. Біздің қарсыластар кімдер екені белге келеді. Жалпы саған тобы ұнады ма? Маған бір ұнаған жоқ. Неге деп сен түсіндірейін, бірақ бірінші сен жауабымды естіп алайық. Маған ұнады. Бірінші кезекте қайырлы күн, таң, кеш жарық, кімге қалай ыңғайлы ғой. Маған ұнады, өйткені Бельгиямен басқа құрамаларды салыстырған кезде басқалармен енді кәдімгідей өз алаңымызда, Астана аренада қуанышқа орай біраз ұпайлар жинауға болады және қонақта да негізі терезесі тең өнер көрсетуге болады. Бұл жерде енді сөзсіз Бельгия, енді жеребеде көреміз, мүмкін Бельгиямен мысалы соңғы турда өз алаңымызда ойнап қалсақ, ал Бельгияның ұпайы түгел болып, бір оларға аса қажет емес болған кезде де таласып болуға болады. Ал бірақ толыққанды Бельгия өзінің 100% ойыншылармен мүмкіндігімен келетін болса, әрине қиын, оны мойындауымыз да керек. Ол жерден енді Бельгияда ойсырай жеңіліп қалуымызды әбден мүмкін, өз алаңымызда да жеңілуіміз мүмкін, бірақ сондай бағана мен басында айтып кеткендей жағдай орын алса, өз алаңымызда кемі бір ұпай алуға да болады деп ойлаймын. Ал жалпы бәріміз енді оптимистпіз. Бельгияда да, Брюссельде де, қай қаласында өтуі, Антверпен бе, қай жақта да өтуі мүмкін. Ол жақта да енді жігіттер барын салады деп ойлаймыз. Және жаңа квалификация, бұл жаңа квалификацияда жаңа ойыншылар, және осы квалификацияда бір кісі айтпақшы, біз барынша зерттедік, команданы дайындадық, келесі квалификацияда таңғалдырам деп жатыр, егер өз орында қалып жатса әрине. Сондықтан сенеміз. Ал қалған қарсыластармен Уэльс, мысалы, баяғы Бейлдар емес, Уэльстің ішкі чемпионатында білеміз, жалпы Уэльстің осы алдындағы іріктеу ойындарында білеміз, жалпы ойнауға болады. Мен бір түсінгенім, біздің ұлттық құрама ойын стилистикасы соңғы кездері осындай бір Европаның мынау кәдімгі тики-така емес, керісінше осындай физикалық футбол ойнайтын, алыстан пастар беретін командармен ойнауға мүмкіндігі бар. Оған дәлелдеді де біздің жастар құрамамыздың өзіне тұрады, Шотландиямен ойнаған болады деп ойлаймын. Македониямен де ойнауға болады. Ол да бір бізден шеберлігі асып кеткен бір бас жоғары құрама емес. Лихтенштейн, оны да білесіздер. Сондықтан барлығымен ойнауға болады, барлығынан ұпай алуға болады. Ең бастысы біздің Қазақстан жанкүйерлері Астана аренаны толтырып, бүкіл перформанстарды жасап, ақпарат майданында дұрыс көрерменге ақпаратты беріп отырса, ойыншыларымыз сол жауапкершілікті сезініп, жақсы ойнаса, ең бастысы раздевалка дейміз ғой. Сол раздевалкада мен өткен жолы квалификацияда естіп жатырмыз, ақпаратта жетіп жатыр. Раздевалка дұрыс болмады деп. Сол раздевалка дұрыс болса, ойыншылар эмоционалдық тұрғыдан дұрыс ойнап шықса,
одан кейін тактиканы кішігірім өзгертсе, орта емес, екі қос қапталдан шабуылды негізгі акцентті қойса, менің ойымша, және жарақат алған жігіттер жарақаттан айығып ойынға келсе, мысалы Асқат айтты, жігіттер мен осы маусым ойнай алмаған себебім менде жарақат болды, сол жарақатымнан енді айығып жатырмын. Асқат жарақаттан айықса, сосын біздің жас балалар, алдына жарақат алып кетіп қалған балалар оралса, Сәдібековтер мысалы. Одан кейін біздің қазір шүкір Самородовымызда, Әліпті, Зайнудин барлығы әйтеуір құрамдарында қалды, негізгі құрамға шығып жатыр. Солай сол формада тонуста болса, Абат Айымбетов әйтеуір гол сабат ұтылса да, ол да барыны жауапкершілік сезініп ойнаса, және жас балалар бар біздің жақта. Қасым сияқты тағысын тағы дұрыс болады деп ойлаймын. Енді осы квалификация, мысалы Марочкин деп жатырмыз, алдына малый болды, Марочкиндар білмеймін, оны қалдыра ма, қалдырмай ма, бірақ мен өз басым жастарға сенем. Сол бір характер, дисциплина, тәртіппен алуға болады деп ойлаймын. Баяғыда квалификацияда қалай ойнады жігіттер? Ол жерде бір біз тики-така бір стандарт жасаған жоқ қой. Барлығы әйтеуір Асқаттың тепкені кірді, балаларда бір жігер, намыс болды, және Астана аренадағы атмосфера біраз ұпайлар алып келді ғой. Сондайды бір қайталау керек деп ойлаймын. Иә, бұл топтағы енді тек қана Бельгия құрамасы шығар, техникалық мықты бір футбол ойнайды, комбинациялық қалған жаңағы құрамалар бізбен деңгейлес. Енді ішкі чемпионатын да қарасақ, жаңағы клубтары Еврокубокта көрсеткіштерін қарасақ, енді біздің футболмен бірдей. Бірақ дегенмен де мен сен жалпы жеребьевканы қараған кезде Қазақстан ұлттық құрамасын күтесің ғой, енді Евро және Лига нация, әлем чемпионаты қандай негізгі қарсыластарды күтесің? Мен мысалға сен Португалия, Англия күтесің ғой? Шығамыз, осындай бір әлсіз қарсылас келсе деп күтпеймін. Негізі мықты қарсылас келіп, сол мықты қарсыластың фонында біздің жігіттер өссе, көрсе, өнсе, жақсы футбол көрсетсе деген бір мақсатпен сондай күтемін. Түркия келе ме екен, Украина екінші себептен келе ме екен дегенде Уэльс дегенде бір өзім өкініш болды негізі. Норвегиямен өстік па? Ойнадық қой, Словениямен, Европаның қатысушыларымен, Словакиямен ойнадық. Оның алдында да біраз мықтылармен ойнадық қой. Дәл қазіргі жағдайда бізге әлем чемпионатынан қалып кетпеу керек деп ойлаймын. Екінші орынмен болса да стык болады ғой. Стыктан өтсек, жақсы өнер көрсетсек, бұл жерде бір топ Англия, Португалия келсе екен деп мен керісінше осында жеребе жолдас болса екен деп, жеребе жолдас болды да. Сонда сен қазір дәл осы ұлттар лигасынан кейін, ондай көрсеткіштерден кейін біздің ұлттық құрама әлем чемпионатына стыкқа шығу мүмкін екеніне сенесің? Мен үнемі сенем. Мынандай жасайықшы. Жоқ, жоқ, негізі жанкүйерлерді екіге бөлейік. Біреу патриот жанкүйер, не болса да сенеді, шығамыз. Екіншісі реалист жанкүйер. Жоқ, болды жігіттер, Норвегияны ұтылдық, Словенияларды ұтылдық, мына жерде Уэльс, Македония, мықты құрамалар, ортан қол құрамалар, мықты демей қойық. Солармен біз әлем чемпионатына ойнаймыз да шығуымыз екі талай деп ойлаймын мен өзім. Қазіргі мына футболмен сен айтқан нәрселерді мен түсініп тұрмын. Барлығы дұрыс болса, біздің футбол қайтып келсе, дұрыс бапкер келсе, бірақ по факту қазіргі футболды қарап отырсақ, біздің құрама тіпті жаңағы біз 4-ші себеттеміз бе? Біздің қазіргі нағыз орнымыз себетке барымыз. Сен ақыры біз шықпаймыз, бірақ әйтеуір топтарды елде көргім келді, солармен ойнағанын қаладың ғой. Иә. Мен де сенем. Мен сондай нелердің қатарына кіремін. Қалай дады? Елге сенем, патриотпын, ұтса екен дейміз да. Бірақ Челсиді көргім келеді дейсің ғой. Жоқ, Челсиді жоқ, негізі басында Челси деген кезде мен түсіндім ғой, Челси кезінде Эмюдің жолын қайталайды. Бұл жерде топ футболшылар келмейді, кеше Нетугане келді мысалға. Бірақ енді бұл жерде академия. Соған оралайықшы, сен қандай жанкүйер қатарына кіресің? Мен де сенем, мен де сенгім келеді. Біз әлем чемпионатына мен өз басым, бірақ осы футболды қарап отырып, сен оған сенесің бе? Жоқ, мен шыны керек қазір жігіттерге сенем, сенбеймін деп айтқаннан гөрі, ол оқу жаттығу жиындары сол кездегі жігіттердің эмоционалдық, физикалық жағдай көрсетеді ғой барлығы. Және бақ пен бап қатар шабу керек. Бақ пен бап қатар шапты деген сол Асқат сияқты біреу алыстан гол соқса, бақ пен бап қатар шапты деген сөз. Ал бағыңда, бабында қатар шаппаса, онда сен бірінші таймда 3-0 жеңіліп жатасың. Шабуылдап жатсаң да, бұрыштама көтеріп жатсаң да. Сондықтан мен сенгім келеді, және сенуге бірнеше факторлар әсер етеді ғой. Соның бүгін бірі сол жеребе жолдас болып тұр. Демек, мынандай топтан шығуға болады деген ой келді ғой сенде. Менде де сондай ой келді. Неге сенбе өтпеске, неге ойнамасқа? Демек, ертерек оқу жаттығу жиындарын өткізу керек. Балаларға дұрыс мотивация беру керек. Әрқайсымен жеке-жеке сөйлесіп, аты жөнін білу керек. Олардың клубтағы жағдайымен жақсы таныс болу керек. Одан кейін, мысалы, бапкер деп жатырмыз, енді жақын арада сайлау болады ғой 20-сы.
мен біраз кандидаттармен жол, біраз кандидаттар енді кімдерін айтпай қойын, барлығы мысалы барлығын негізінен былай жеке дара сөйлессең чертежді алып тастағысы келеді. Жоқ, оған біз әрине жаңағы сайлауға ораламыз. Осы ретте қарашы, тағы да бір сұрақ. Челсиді қабылдадық қой. Иә. Орталық алаңды көрдім. Алматыдағы орталық, енді ол катастрофа. Иә. Сондай футболға деген қатынаспен біз әлем чемпионатына шықсақ қата ғой. Иә. Жоқ, мен ол түсініп тұрмын. Мен соған әкеліп тұрмын да. Біздің футбол қазір сондай бір үлкен додаға дайын емес. Біз не заслужили деп айтады ғой енді. Ондай да ой бар, иә. Мысалға, менің ойым сол. Егер біз өзіміздің ішкі чемпионатымызды, инфраструктураның бәрін қатырып, барлығын керемет қылып, чемпионат біз инфраструктурамыз, онсыз да сен айтып жүрік қой, біз анау Афинада 5-0 қадалған кезде де мен айтып едім ғой. Енді инфраструктурамыз жоқ деп мен мына жерде бере саламыз, дайын емеспіз деп, шешінген судан тайынбас деді. Сондықтан біз топқа түстік па, ойнау керекпіз ғой. Жоқ, ол әрине. Жоқ, мен айтып тұрғаным. Дұрыс, бізде инфраструктура жоқ. Біздің деңгейіміз Челсиді анандай стадионда қабылдап жатырмыз. Көшпенділер ойын деп Астана аренаны жауып тастаған елміз біз. Бізде академиялар бір-екеу-ақ санаулы ғана. Бізде ішкі чемпионатымыздың жағдайын білесің қандай екенін, иә. Бірінші лиганы айтпай қоюға да. Жоқ, мен бұл кәдімгі өмірмен, қарапайым өмірмен салыстырып отырмын. Кезіндегі Оле Бразильді есінде ғой. Байдың балалары кетіп қалған, қарапайым қазақтың жігіттері барған жоқ деген секілді ғой. Енді бұл жерде әлем чемпионатында қаншалықты біздің құрама баруға тиіс, баруға лайық. Осындай футболға деген өзінің енді қара, бұл жерде түсіндім. Енді жақсы. Біз ел шулап айқай салып жатырмыз ғой, инфраструктураны дамыту керек деп. Енді президент стадиондар саламыз деді, яғни Ақтөбеде салу, Қызылорда, Шымкент деп жатыр, иә. Дұрыс, бірте әйтеуір, ана орыстар айтады ғой, мұз ери бастады деген сияқты. Сен бірте академия, Атлетика Мадрид салып жатыр, мына жақта Қайрат өзінше бір ойнап жатыр, Дастан Сатпаев бір Челсиға қаралымға кетіпті деген сияқты. Ішкі чемпионатта бір жаңадан бір есімдер шыға бастайды. Дұрыс, оның барлығын елдар ол туралы біз әңгімелессек, қазір 1 сағат отырамыз, ол инфраструктура түсініктім, сенің ойыңда түсініктім. Енді қазіргі жағдайда бізге әлем чемпионатына өтуге қадам жасау керек. Мысалы, кризис менеджер ретінде келетін болсаң, келдің, міне саған ұлттық құрама алдында квалификациясында 1 ұпай жинаған, 0 гол салған. Енді бірақ сенде мүмкіндіктер бар, өйткені Бельгиядан басқа командалармен ойнауға болады. Міне қаражат, міне жігіттердің премиясы, оқу жаттығу жиындарына арналған. Міне Астана арена жаңа дайын. Ойнаңдар деген кезде сен, жоқ, біз әлі дайын емеспіз деп қоя салмайсың ғой. Ойнайсың енді, амал жоқ, ойнайсың, және осы жерде әркім алдындағы квалификацияда кеткен есені, қаншама жиналған хейтті барынша жылыту керек қой. Орнына келтіру керек. Кемі жарайды, мысалы, 2 победа жасасын, 6 пайыз, солтүстік Македонияны біздің елде жеңіп атса, Уэльсті жеңіп атса, ол идеологиялық құрал ғой. Ол күш, бұқаралық спорттың дамуына дейін көмектеседі. Футболға деген халықтың беті, енді өткен жылдардың өзіне беті бері қарады ғой, бірақ соңғы жағы енді әрине ауыр кетті, бірақ сонда да халық футбол жақсы көретінін көрсетті. Халыққа керек нәрсе, халықтың қазіргі эмоционалдық жағдайы, халықтың қазіргі ахуалы білесің ғой. Жағдайды білесің біздің елдегі. Әр пенденің басында бір проблема бар. Бір емес, біреулерінде бірнеше проблема бар. Кейде бір жұмысын депрессия ғой. Депрессияда алып шығатын жағдай ол не? Ол спорт осындай ғой. Гимн қай кезде ойнайды дейді. Гимн президент бір жаққа сапармен барғанда, немесе спортта, олимпиадада, әлем чемпионатында іріктеуде осындай ұлттық құрама ойнап және жеңіп жатса, көрерменнің ішінде бір көңіл тоқ болады. Қарын тоқ болмаса да көңіл тоқ болады да. Сондықтан менің ойымша қазір бұндай мүмкіндікті жібермеу керек, ойнау керек. Сенеміз, әрине дұрыс, пессимистік көзқараспен қарайтын болсақ, айтуға болады. Иә, жоқ деп ше, мысалы, біраз контент жасауға болады деп, әр ойынға барып, қақпаның артында тұрып, мынау не позор деп. Ол да болады. Бірақ енді қазір бәрі жаңадан басталып жатыр, және қарап отырсаң, Өзбекстан біздің көрші елде, оның шығу, мысалы, 65% шешіліп қойған. Енді білмеймін, ертең ары қарай жаңа жылдан кейін ойда жоқта Өзбекстанның бір сондай стилі бар ғой өзінің. Соңына келген кезде бір 2-3 ойын ұтылып қалатын. Бірақ былай қарап тұрсаң, олардың мүмкіндіктері жоғары болып тұр. Өзбекстан өтіп жатса, Қырғызстанның өзі қалай әрекет жасап жатыр да, мысалы. Неге бізге осындай жерде таласпасқа, неге өзіміздің әлеуетімізді көрсетпеске? Балалар, жастар,
енді бұл жерде мен алдындағы подкасттарда да айтамын, бізде кішігірім жүйеде де ақаулар бар. Мысалы бізде U15, U17, 19 деп жатамыз ғой. 20 әрқайсының ойын стилі әртүрлі. Мысалы 19-дан 21-ге өткен бала 19-да философия басқа, 21-дегі философия басқа. 21-ден мысалы ұлттық құрамаға өтсе, ол жақта Черчесов, оның философиясы басқа, 21-дегінің тіпті философиясы басқа. Мысалы кәдімгі футбол бір жүйеге келген елдерде қалай сен бір академия төмен жақтан бастайсың ба, сен келесі жасқа өтсең, ол жақта да сол футбол. Бізде әрқайсында әртүрлі футбол ғой. Мысалы төменгілерге айтып, Атлетика Мадрид сияқты ойнай беріңдер. Мына жақта ойнайды. Біз жастар құрамасын қарап отырсаң, тіпті басқаша ойнайды. Кеше Ғалымжан Кенжебек жастар құрамасында қалай ойнайды, ана жаққа кірді де ойынға кіре алмады. Өйткені ойынның стилистикасы тіпті басқа ғой. Соның барлығын өзгерту керек десеңші. Ретке келтіру керек, бір жүйеге келтіру керек. Бір жүйеге мысалы бала кішкентайынан бір футболға үйрену керек ұлттық құрамадағы. Соны келсем, соны жасау керек. Енді стадион енді бұйыртса Астана аренада ойнайды. Астана аренада біз негізінен ұпай алатын елміз ғой. Сондықтан 60-шы минутқа дейін есеп жақсы болса, 60-тан кейін қарсыластардың аяғы деген сияқты. Ол да бір Құдайдың бізге берген, футбол Құдайының бізге берген бір сыйы ғой. Сондықтан оны да ескеру керек. Және енді сайлаудан кейін, сайлауды күтіп отырмыз ғой барлығымыз. Сайлаудан кейін ауыс-түйістер болатын сөзсіз. Ол жерде тек қана бас бапкерге де байланысты, жаңа бас бапкер келуі мүмкін. Енді бұл жерде біз Станислав Саламұлының біраз былтыр жасаған шаруаларын көріп отырмыз. Енді әркім әртүрлі пікір айтатын еді. Оның орны қазақстандық бапкер болса да солай болады. Онымен де келсем, мысалы, немесе команданың раздевалкасы дұрыс емес деп жатыр. Кейбір балаларды дұрыс тактиканы орта жолда өзгертті дейді. Енді 6 ойында 6 ворот және 0 гол деген болды ғой. Таблицаны өзі айтып тұр. Сондықтан балаларды да біраз жігерлендіру керек. Адиев қалай еді? Ол Адиев жігерлендіретін еді, сөйлесетін еді әрқайсымен. Мен ойымша мына Станислав Саламұлы Черчесовпен мысалы ол жарайды пресс-конференцияда оны айта алтайды, Жамал апай қартайды дейді. Ол туралы бөлек подкаст түсіруге болады. Қазір мына жерде қайтадан сол ескі жараның орнын ашпай қояйық. Не десе де тек қана сол ресейлік бақ өкілдеріне береді екен ғой сұхбат. Сол жақта, мына жақта бізге басқаша сөйлейді, ана жақта басқаша сөйлейді. Онда 200 адамдар енді өте қызық. Мен өмірде сирек көрем. Ақпарат көздерім қазақ тілін үйреніп жатырмын дейді. Ана жақта жоқ, үйреніп жатқан жоқпын дейді. Мына жаққа жігіттермен біз сабақ шығардық, былай деген ақпараттар таратылады да, өзімен жеке сөйлесіп қалса, жігіттер маған бәрібір сендер не деп жатсыңдар деген бетке айтып тұр да, ұялмай. Сондықтан бұндай азаматтардың ертең бар раздевалкада балалар жігерлендіреді. Балалармен сөйлеседі, жанкүйерлермен бір химия пайда болады дегенге мен түсінбеймін. Кешеде мысалы Норвегиямен ойнап жатыр, есеп қанша болды? Соңғы 3-0 ма, 4-0 ма? 5-0, 3-0, 4-0 отқан кезде барып, мына әлі ойын біткен жоқ. Норвегия бапкермен күліп, ыржыңдап тұр да, мысалы. Мына жақтағы балалар айтып жатыр сол, ұшып барған, шашпауын көтеріп. Сондықтан менің ойымша осындай нәрселерді біз алдын алуымыз керек деп ойлаймын. Сол сайлаудан кейін енді ол кісінің неустойкасы бар ғой 1 миллион. Ол да проблема бар мысалы. Көру керек, негізі кез келген ел дамығысы келсе, бір жүйе сәтсіздікке ұшырады ма, одан кейін сен сенесің бе мысалы, осындай квалификация сәтсіз ойнады, келесі квалификацияда бір жасына жарқылдап кетеді. Жоқ, мен сенбеймін. Мен негізі Станислав Саламұлы басында келген кезде айттық қой. Бұл біздің именно Қазақстан философиясына келмейтін бапкер де қиын ғой ол. Менің де мысалы мен футбол федерациясында жұмыс істедім ғой. Футзал қауымдастығында. Мен білесің позициям қандай, мен бір федерацияның ішінде жүріп, сол федерация тағайындаған бас бапкермен қырылып жүрген адаммын ғой, былайша айтқан кезде, тағысында біраз проблемалар. Мысалы, кейбір менің де мысалы футзалмен келісім шартымды созбауыма ол да бір әсерін тигізді деп ойлаймын да, мысалы. Маған, мен созбадық қой, 7-ші қазанға дейін контракт бұл, арғай созылған жоқ. Менде де инсайттар бар, менде де таныстар бар, адамдар бар, созбай ақ қой деді, егер өздері созғысы келмесе. Мен бірақ білдім түбінде келетінді, енді бұйыртса бәрі жақсы болады деп ойлаймын. 20 желтоқсан еліміздің футболы үшін өте маңызды күн, өйткені бұл күні біз Қазақстан президенті болашақта 4 жылға кім болатын футбол федерациясының президенті, және де жақын арада өте шыққан мені таң қалдырған жаңалық, сен бір үміткердің сенімді өкілі болдың. Марат Омар. Сенімді өкіл. Марат Талғатұлы Омаров. Бұл сенімді өкіл деген сен функцияң қандай? Жалпы бұған сен қалай келдің? Сенімді өкіл дегеніміз бірінші кезекте не? Сенімді өкіл дегеніміз бірінші кезекте сол азаматтың бағдарламасымен көрерменді таныстыру. Енді бұл жерде дауыс беретін халық емес қой. Бұл жерде исполком. Бұл жерде мен халыққа ақпаратты дұрыс беру, ол кісіге жалпы идеяларды дұрыс жеткізуге атсалысу, сол кісінің жарнамасымен, сол кісінің көзі, тілі һәм құлағы ғой, былайша айтқан кезде. Демек сен бұл өкілдікке келісім бергенге дейін
осы үміткердің программасы дейді ғой, иә? Иә. Оның барлығымен танысып шықтың ғой. Иә. Танысып жоқ, менде мынандай болды. Мен келісімшарт аяқталғаннан кейін Өздері звондады. Қашан хабарласты, звондады, иә. иә? Қалай хабарласты? Кім хабарласты? сол кісінің өзінің көмекшісі хабарласты. Көмекшісі хабарласты. Атын айтпай ақ қой енді ол. Иә. Көмекшісі хабарласты. Өзіңмен жолыққысы келеді деді. Алматы, Астанада? Астанада. Мен сол кісімен жақсы жолығайық дедім, сөйлестім. Енді ол кісіні мен танимын. Марат Талғатұлы, ол бізде әуесқой футбол бар ғой. Иә. Сол жақта Спутник деген команда бар. Біз бірге ойнайды. Сол жақта анау Тлешев, Чичулин, Лагвиненко бәрі ойнайды. Солармен бірге бір командада ойнап жүрген адам. Қазір 35+та ойнайды. Көз таныс, сөз таныс, өзі таныс емес болса да. Кейін, таныс, бір-бірімізге, танимыз ғой. Артынша 88 жылғы, мен 89-ым, құрдаспыз, былайша айтқан кезде. Бір жақсы, маған жас. Жастық максимализм. Үміткерлер көп. Екіншіден, антимонополиялық комитеттің төрағасы. Антимонополия деген білесіз, бәсекеге қабілеттілік. Бір монополия болып кетпеу. Біздің футболда осы күнге дейінгі бір дерті бар. Бізде бір монополияға айналып кету, менмендікке салыну деген проблема бар ғой. Кландар. Бізге қазір кез келген топ болсын, барлығына бірдей условия жаса, бірақ белгілі бір тарапты сүйреме деген позиция маған ұнайды да. Барлығына бірдей условия жаса. Бәріне бірдей төреші болсын, бәріне бірдей алаң болсын, бәріне бірдей қара, әділетті өтсін. Ал антимонополия Қазақстанда істеп жатқан адам енді барып, жоқ бір жақты болмайды ғой. Ол бір. Екіншіден, ол кісінің идеясы инвестиция тарту. Инвестиция тарту деген антимонополияда, білесіздер, біз Қазақстан қандай ұшақпен ұшамыз қазір? Боингтерде айтасың ба, андерде айтасың ба? Өзбекстанмен ұшамыз ғой, Airwayспен. Енді антимонополияның бақылауында не бар? Air Астана сияқты компаниялар бар, тағы басқа ірі жобалар бар. Солармен келісу, инвестиция тарту, футболға бетін бері қарату. Енді ол кісі сол жақта, былайша айтқан кезде бәрін қадағалап отырған адам ғой. Оларды тартады деп, тартамын деп, тарталамын. Не үшін тартады сонда ол? 9 миллиард жетпей ма сонда бізге? Қазіргі бар бюджет? Қалай? Мысалға қазір КФ бюджеті бар ғой? УЕФАдан беретін. Одан бөлек, бұл жаңағы частный секторлардан, частный компаниялар инвестиция тарту. Иә, инвестиция. Сен қарашы, мысалы, банально болып көрінуі мүмкін. Көптеген елдердің футбол федерацияларында, футбол құрамалары алдында жаттығу жиындарын өткізіп жатады ғой. Иә. Қаншама жарнама тұрады, Бізде бір жарнама тұрады, білесің ғой. Сондықтан әр қайсының өзінің футболдың дамуына септігін тигізу керек та. Біз мысалы тек қана ұлттық құрама емес, сондай-ақ балалар футболы, жеткіншектер футболы, қыздар футболы, жағажай футбол, футзал, соның барлығына қосымша инвестиция тарту керек. Ал УЕФАдан бөлінетін ақша, ол кісі бірден айтты, сайтта тұрады ашық. Кім қайда кетті, қалай әр тиыны есеппен беріліп отырады, кез келген адам қарай алады деді. Жақсы дедім. Өте әдемі. Бұл мен бұрыннан ойымда жүрген нәрсе. Сосын бүкіл спорт түрінен хабардар. Футзалдың, футзал, әрине. Өзі де футзал ойнайтын адам ғой. Футзалды қолдау керек, көтеруіміз керек. Осындай жасайық. Бұлай не жетіспейді? Бұлай мен футзалды іште жүрген адамнан кейін айттым. Әрине деді. Қолдаймыз деді. Үлкен футболдан мысалы айтты. Сосын бүкіл әкімдіктермен де әрқайсымен байланыста. Соның жұмысы ғой. Соның жұмысы. Мысалы қалай? Керек па? Керек. Сосын тағы не? Төрешілік мәселесімен сөйлестік. Иә, төрешілермен жұмыс жасаймыз. Сондай кейбір даулы мәселелер болған кезде орталық матчтарға, мысалы, ол Европада бүкіл елдерде ондай тәжірибе бар. Шет елден судьялар тарту. Оны да істейміз деді. Жақсы. Бапкерлік не істейміз? Бапкерлікті ұзақ қарастыру керек. Менің ойымда бірнеше мынандай жобалар бар, жоспарлар бар деді. Бұйыртса, соның бәрін жасаймыз. Өтіп жатсақ. Иә, дұрыс ойдағыдай. Жасайық. Жақсы. Сосын мынандай нұсқалар шығып жатыр ғой. Жоқ, олар болмайды. Иә, дұрыс, логикалық тұрады, дұрыс, мысалы. Сондықтан біздің жігіттерге ментально, эмоционально деген сөз көп айтмын, өйткені біздің футболға қазір эмоция жетіспей жүр ғой. Соның барлығына ортақ келетін бір бапкерді табамыз, немесе Черчесовпен сөйлесеміз деген сияқты. Черчесов қалса егер. Одан кейін ішкі чемпионат, ол туралы да біраз әңгімелестік. Сондықтан енді ол кісі өзі 88 жылғы Семейдің тумасы, Семейде, Алматыда тұрған, қазір Астанада қызметте, негізгі жоғары білімнің барлығын Англияда, Ұлыбританияда алған, студенттік лигаларда ойнаған,
Куинс Парк Рейнджерспен ойнаған студенттік лигалар ғой бар, сол жақтан солардың бәрін ойнаған, футболды білет, түсінеді. Кезінде жеткіншектер арасында сол Тлеш, Лагвиненкалармен бір құрамада ойнаған мысалы. Сондықтан футболдан әрине мансапты таңдаған, енді базарға қарап тұрсаң әркім барады дейді ғой. Әркімнің ол футбол біреудің атасынан қалған кәсіп емес қой, спорт түрі емес. Әркімнің оның таласы бар. Әркім ол жерде бір өзгерткісі келеді. Мысалы, сенің де бір футбол туралы ойың бар. Менің де футбол туралы өзімнің көзқарасым бар. Ол кісінің де футбол туралы көзқарасы бар. Әйтпесе ол мысалы қазіргі жағдайды көріп тұр, ол біліп тұр. Елде әрине осы күнге дейін жасалған дүниелер баршылық. Әділет Назарбаев Барменқұловтың жұмыстарын жоққа ешкім шығармайды ғой. Ол кісі істеді. Енді әр азаматтың өзінің миссиясы болады. Ол кісі өз миссиясын атқарды. Одан кейін енді өз кісі бас тартып кетті ғой. Ол миссияны басқа біреу жалғастыру керек. Жаңа тың қан жүгірту керек. Сондықтан бұл кісі көріп отыр, проблемалар біліп отыр. Бірінші кезектен осылай қаржылай, экономикалық мәселелерді реттеу керек, менің позициям деді. Бізге қазір сондай нәрселермен айналысу керек. Және мен енді жүргеннен кейін біраз бүкіл барлық футбол клубтарының директорларын білем деп айтсам да болады. Былай сөйлесесің ғой, қалай өзі деп. Олардың барлығы сол әділ бәсекенің болғанын қалайды. Кәдімгі алаңда шешілгенін қалайды. Сондықтан барлығы біреу бір жоқ деп отқан жоқ. Барлығы дүниеде қолдағысы келіп отыр. Бізде футбол кәсіп одағы бар. Футболшылар кәсіп одағы. Басқа да федерациялар бар. Әрқайсысымен жеке сөйлескен кезде барлығының негізі идеясы түсінікті және салқынқандылықпен барлық қарап отыр. Иә, бізге қазіргі таңда әділдік керек, екіншіден қаржылай ашықтық керек деп отыр. Бұл кісі дәл осы дүниелермен айналса, негізгі жұмысым осы деп отыр. Және үш тілде еркін. Ағылшын тілінде судай, өзі сол жақта оқыған, және УЕФА-да, ФИФА-да ағылшын тілінде емін-еркін сөйлеседі, және ол жақтағы біраз жобаларды, біраз бағдарламаларды біздің Қазақстанға алып келетін сөзсіз. Қазақ тілінде де еркін сөйлеседі. Орысша тіпті енді түсінікті, үш тілде еркін сөйлесетін адам, ана тілінде де. Біздің елге үлкен футбол мерекелері керек. Бізде мысалы жағажай футболындағы, футзалдағы, үлкен футболдағы үлкен мереке жобалар керек қой, халықаралық деңгейдегі. Европа чемпионаты, әлем чемпионаты, әлем чемпионаты барлығы графигі сызылып қойған, түсінікті 34-ке дейін болатын. Бірақ біздегі 19 жасарлар, 20 жасарлардың осы жақтағы үлкен жиындар, саммиттер, бір форумдар, қыздар футбол көп па? Сондай біраз іс-шаралар керек та бізге, халықаралық біздің амбициямызды көрсетеді. Енді ол кісі сондайлардың біразын Қазақстанға алып келеміз дейді. Мысалы, мен де алдында футзал біздің елде 2 рет өтпей қалды деп шулап жүрген кезде, неліктен, өйткені ешкімнің құлқы болған жоқ қой өткізуге сол кездер. Сондықтан ондай нәрселерді қолға алу керек деп ойлаймын. Біз кәдімгі осы біз енді Евразияда дей берейікші, Азия десе күлкілі болып кетер, бірақ бір эпицентрдің бірі болуымыз керек қой, осы жердегі үлкен футбол форумдарының өтетін. Ол алаңдағы немесе кабинетте немесе холлдарда өтетін. Соның барлығын істей алам деді, болды, жақсы келістік, және жас енді антимонополиялық комитетте жүргеннен кейін, үлкен мемлекеттік лауазымды қызметтерді атқарғаннан кейін, ол кісінің кәдімгі тәжірибесі бар, сөзін өткізе алады, және жайдан жай ол кісі ол жақта отырған жоқ қой. Сенімді өкіл. Қара, енді 20 желтоқсан Омаров мырза Қазақстан футбол федерациясының президенті болды делік. Сенің мансабын, сенің тағдырың не болмақ? Өйткені енді қазір көптеген енді біздің де жолдастарымыз, коллегаларымыз халықты айтып отыр да, Нұрсұлтан енді біліп барған екен. Енді номер 1 кандидат мойындайықшы. Ол кісі қазір номер 1 бүкіл исполкомда осы кісінің жартысынан көбі бұл кісіге дауыс беруге ынтады. Сенің тағдырың не болмақ? Өйткені енді бұл кісі женсе, сен де еңбегің зор болды ғой. Өйткені сен оның идеяның, стратегиясын жаңағы теледидардан, ТВ-дан, ютубтан, кез келген арналардан бағыттап көрсетіп жүрсің. Сен қандай лауазым алуы мүмкін? Онда сөйлескен шығарсыңдар. Біз енді бір лауазым сұрап, ондай бір келісім болған жоқ. Және қаражат жағынан, бұл жақта қаражат жоқ, кәдімгі төлемейді саған. Төлемейді. Бұл сенімді өкіл деген, мен кезінде президент сайлау кезде Тоқаевтың да сенімді өкіл болған адамым ғой. Аймақтарға бар, ондай төлемейді. Бұл жерде идея үшін, және әрине кез келген адамға сен қолдау білдірсең, идеялас болсаң, міндетті түрде жерде қалмайсың ғой. Оны енді 20 сайлау жеңіп жатса, бұйыртса, ақпарат көздерінен шығады. Менің қолымнан не келетінін өзің білесің, Елдар. Жоқ, қай салада жұмыс істей алады. Келесі сұрақ сол ғой.
футзал және жақын арада енді бір ай бұрын біздің елде шыққан керемет жаңалық Нұрсұлтан Тұран клубының директоры болады дейді. Келесі жылдан бастап, мысалға сен қайсысын таңдайсың? Сол жүрек қағып футзал ма? Өйткені футзалда нәтиже керемет. Бірақ іштегі сұрақтар, жаңағы проблемалар өте көп. Сен оны да білесің, мен де оны да білемін. Және де үлкен футбол. Үлкен футбол енді ол жерде ақша, ол жерде жаңағы атақ бар, известность деген секілді. Сен өзің қандай жұмысты қалаймын, осы жұмысты атқара аламын, осы жұмысты нәтиже жеткізіп, өзімнің бір гештальт дейді ғой, еліме деген бір дамуына, футболына дамуына септігін тигіземін. Өзің қандай жұмыс қалап отырсың? Бір жыл футзалда істедім. Футзалда мен ақша үшін істеген жоқпын, оны біледі. Футзалдың экономикалық жағдайын, ол жақта идея үшін. Ол жақта ақша да жоқ па? Иә, бір адам 5-6 адамның жұмысын істейтін жер. Футзалға еңбегім сіңсе екен. Ертең кез келген футзал жанкүйерінің маманның бетіне тіке қарай алатындай, және құрман десе, дұрыс кезінде істеген деген сияқты идея, ой айтса, соның өзі мен үшін үлкен жетістік болды. Енді қазіргі мақсатта мен футзалды, енді өзің айтпақшы бір клубқа алдында сондай ақпарат көздері шықты, Тұран ғой енді сен. Тұран. Маған бір рет Нұрсұлтан 1-2 жыл орталықта болғаның дұрыс деді. Орталықта істеу керек, тағы да тәжірибе жинау керек деген сияқты. Және мен де бір жағынан ойланып қарадым, орталықта айталмай кеткен Гельштадттар солар бар. Ол футзалда да бар. Футзалда да мен соңғы сөзімді айтқан жоқпын әлде. Біз бел ортасына келген кезде менің келісім шартым аяқталып, ары қарай созылған жоқ. Сондықтан ол футзалда да болады. Және үлкен футболда да менің ойымша бір жақсы сөзіміз ғана емес, қызметіміз де өтетін бір жұмысты атқарамыз. Ол түсінікті, ол да бір маңызды жауапты жұмыс болады. Бірақ қандай екен деп мына жерде айтпай қойып. Келесі болмай әйтеуір. Иә, бір-екі ұсыныстар бар. Сондықтан неге істемеске істеу керек. Оған менің биографиямда, географиямда әлеуетінде жетеді деп ойлаймын. Одан бөлек жақында сен бөлек YouTube канал аштың. Құрман айт деген ссылкасын қалдырамыз. 10 мыңға дейін жеткізсе алын кеп тұр ғой, жаңа жылға дейін жете ме, жетпей ме? Жоқ, жаңа жылға жетпейді. Алғашқы шығарылым шықты Жайдарман туралы. Жалпы ол каналдың ашылу себебі неде болды? Ол каналдың мынандай ғой, мысалы елдер. Менің алдындағы Нұрсұлтан Құрман YouTube бардам. Оны білесіздер. Ол жерде соңғы жылдары Қазақстан футболы, спорты жайлы подкаст орталығына айналды. 100 мыңға оқырманға жетті, асып кетті. Күміс батырмасын алды, өзінің аудиториясы бар, өзінің іздейтін көрермені бар. Ол жер тек қана көрерменге азық болатын, көрерменге ақпарат беретін, футбол туралы талқылайтын алаңнан бөлек, ол кәдімгі академия сияқты болып кетті, былайша айтқан кезде. Біраз балалар шықты деген сияқты. Ол өзінің миссиясын атқара береді. Ол жерде біз тұрақты жаңа жылдан бастап футбол туралы программалар, подкасттар, жобалар шығарып отырамыз. Жаңа лауазым алсаң, ол жақта да өзің қатар алып жүресің бе? Қатар алып жүремін, ол жақта шығып отырамын. Бірақ негізгі жұмысты мен атқармасам да, бірақ мен болам ол жақта. Одан кейін екінші Құрман айт деген канал, бұл жерде спорттан басқа дүниелер шығарып отыр. Мен негіз мамандым, саясаттанушы ғой. Мен журналистикада 12 жыл қызмет атқарған адаммын да. Сондықтан кейде бір маған футбол шеңберінен каналды көрерменнің аудиторияны мен ашытқым келмейді. Футболмен қалады. Мынау футболдан тыс мәдениет, саясат, қоғам тақырыбында сұхбаттар, подкасттар шығып отырады. Оны алғашқы шықты, өйткені мен Жайдарманда Қазақ алқасының құрамындамын. Даулы финал өтті, соған нүкте қою үшін алғашқы шығарылым шықты. 62 мың, 63 мың қаралым жиналған, 1000 оқырман жазылған. Оның өзінің миссиясы бар, ол ары қарай жалғастыра береді. Ол таза бұрынғы 2019 жылы Нұрсұлтан Құрман YouTube арнасы ашылған кезде Несейлеукен, Нұрболхан Шарап. Сондай мәселелерді де ашуға болады. Және оған ешкім кедергі болатқан жоқ қой. Бір адам бір ғана YouTube арнасы болу керек деген жоқ. Мен қарап отырмын, көп менің әріптестерімде бірнеше YouTube арнадан бар екен. Және ол неге ашпасқа? Мынау футбол болады, мынау футболдан басқа тақырып болады. Қос қанатындай болып кетеді. Сондай-ақ өздеріңіз білетіндей, осы YouTube арнаға ұқсас мен де спорт плюс деген телеарнаның амбассадорымын. Ол жақта да жаңадан Prime Time деген бағдарлама бүгін түсірілімі болды. 2 аптада бір рет сол жерде Prime Time уақытында жиналып, 1 сағат көлемінде 4 бірдей спикермен спорт тақырыптарын, тек футбол емес, спорт тақырыптарын талқылап отырамыз. Цензура бар ма ол жақта? Цензура жоқ. Бірінші кезекте мен келіскенім де сол. Ол жерде ашық дебат болу керек. Бүгін де спикерлер келді.
ашық болды кәдімгідей. Ол жерде бір нәрсені бүгіп қалу, жасырып қалу деген дүние болған жоқ. Әркім өзінің ойын айтты. Егер біз цензура болатын болса, ол жерде ол бағдарламаның ғұмыры ұзаққа болмайды. 2-3 бағдарламадан кейін оған адам да келмей қойды. Өйткені сен келген адамның ойларын кесіп тастай беретін болсаң, кім келгісі келеді мысалы, иә. Сондықтан ол жерде ашық болады. Сол бағдарламаны да тізгіндеп отырмыз. Бұл біздің кәдімгі біз бір ойымызды айтатын алаң көп болу керек қой. Жалпы площадка дейін көп болу керек. Ол да біздің бір площадка. Менің YouTube арнам да бір площадка. Міне мына жерде бір площадка. Анау ол жастар, Серғалилардікі бір площадка. Алматыдағы Әлімжан бауырларымыз бір площадка. Барлық жерден футбол туралы сөйлеп жатса, проблемалар айтылса, айтылады ғой. Көп енді қаншама 1-2 жылдың көлемінде осындай бағдарламалардың арқасында біраз дүниелер өзгерді ғой негізі. Шешілді. Сондықтан керісінше көбейген дұрыс. Ең бастысы көбейіп қана қоймай, сапаға да назар аударған дұрыс деп ойлаймын. Бәрі жақсы болады деген ойдамыз. Және мен кейде журналистігім кейде ұстап қалады, сол каналды ашқаным сол. Мен анау ол жақта бір серіктестік орнатып, мен өзімді іштей бір жақсы маркетолог ретінде көремін да негізі. Маркетолог мамандығын оқымасам да. Енді осындай YouTube контентке алғаш рет футбол бағдарламасын ашып, ол жаққа тұрақты түрде демеуші тартқан адамымыз ғой, бірінші болып. Сондықтан мен енді екінші YouTube арнама ол беттингсіз, басқа дүниесіз, басқа кәдімгідей бір маркетингтік қадамдар жасап, ол жақта да бір жақсы демеушілер болатындай, көрсете алатындай, міне қазақ тілді аудитория, бізде көпшілігі YouTubeқа монетизацияда ақша бар ма деп келеді да ма? Жоқ, монетизациядан ақша таппайсың. Екіншіден, біреулер ақша табу үшін келеді. Ақша таба алмайсың, егер сен сауатты маркетингтік қадамдар жасамасаң. Біздің Қазақстанда біздің тариф кішкентай, екіншіден халық саны аз, және қазақ тілді аудиторияға біз бұрындар білеміз, көп адам келе бермейді деген сияқты. Соны мифті жоққа шығарғым келеді. Керісінше қазақ тілді бұрындар келіп жүрген, кейде мен просто екеуін байланыстыра алмадым. Беттингпен басқа бағыттағы демеушілерді бір жерде екеу болғысы келмеді. Сондықтан екі площадка болады. Мына жақта кәдімгідей біз тұтынатын дүниелер, пайдаланатын дүниелер болғанын қалаймын. Және ең бастысы өзімнің негізі, мысалы мен журналистпін ғой, сол жақта өзімді футболдан тыс мысалы сұрақтар қойып, басқа да мәселелерді өзімнің алаңым, өзімнің былайша айтқан кезде бір студиям десем де болады, соны жасағым келеді. Бұрын бастағам, соны жалғастырғым келеді деген ой ғой. Құрметті көрермендер, егер сіздер спорт туралы сапалы контент көргіңіз келсе, міндетті түрде біздің YouTube арнаға жазылыңыздар, пікір қалдыңыздар, лайк басыңыздар. Нұрсұлтан, көп рахмет, келгеніне өте көп сұрақтарға жауап бердің. Енді алдағы бүкіл бастаған еңбегін, проекттерін барлығын жемісін көр. Сен осыған лайықсың. Осыған дейін енді жаңағы тусаны сен алып келдің, осындай енді тусаны сені жасадың ғой, енді сен Нұрсұлтан Құрман деп айтамыз. Сондықтан тоқтама, шаба бер, осындай азаматтарымыз бар болғанда біздің футболымыз, спортымыз, футзалды жалғыз әлі күнге дейін айтып жүрген, осы футзал үшін жылап жүрген жалғыз осы Нұрсұлтан Құрман, және футзалды дамытып жүрген медиалига болады, Түркістан қаласында. Сол себепті Нұрсұлтанның бүкіл каналына, біздің каналға құрметті көрермендер жазылыңыздар. Осымен біздің бағдарлама аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.